Бізді бүгін тағы да распаковка чек болайын деп тұр. Біздің мына ең кішісі, ең үлкені болайын деп тұр. Ал біз мына ең үлкен, ең кішісін бастаймыз. Екінші мынаны, үшінші мынаны тағы нәрселер бар. Және мынаны ең соңғы көрсететін боламыз, өйткені ең мынаны ең кішісінен бастаймыз. Қызық маған осы сырт розы болғаны маған қызық қалып тұр. Ашадым. Осыдан қарап тұрып ашамыз ғой. Типа анандай пакет басында секілді заттар ғой, соның ішіне салып қойыпты. Мынандай пакет сияқты тұр ғой. Бұл жерде міне Айса мен Әбікенің осындай көк батыр екеуі де түсі көп. Менікінің түсі сары, бірақ менікінің өзімнің баяғысы. Ана Айса мен Әбікенің ной көп түрлі. Басын жабы қайын екен. Қайын дегенде пальчикілер келген. Айса мен Әбікен екеуінікі. Екінші зат не бізде осы. Ашам. Бұл не зат екен? Бұл не зат? Бұл міне Айса екеуміздің енекіміз бар. Ішінде қазір ашып көрсететін боламын. Қандай енеклер бар десеңізші. Бірінші мынандай бар. Осы мынандай. Міне сондай енеклер бар. Екеуінде де сондай. Бұл тек Айса екеуміздікі. Әбікенің енекісі келген болатын, соны бірақ сіздерге салдым. Не бірақ бұл Айса екеуміздікі. Екеуміздікінде түсі жасыл бірдей. Неше зат аштым уже. Екі зат ашыппын уже. Екеуінің ішінде екі зат шықты. Екеуін аштым, екі зат шықты. Енді Әбікенің күнделігі де ойлаймын, себебі Әбікенің күнделігі келмеген. Бұл Әбікенің күнделікпен. Әбікенің осында күнделігі. Ішін көрсетем. Бұл жерде әнірімні артында тұр. Ішінде көк түспен жазылып тұр. Бұл біздің бұрынғы күнделігіміздей. Пәнде үй тапсырмасы мұнағайдымды талдауы деген бәрі бұрындағы біздікіндей.
Мына бұл әбекенің күнделігі. Өз 3 жат аштым. Енді осыны ашатын болам. Және соң менің осыны затымызды ашатын боламыз. Қарастыру керек сияқты бұны. Ең соңында ол затты ашамыз осылай. Наконец-то менің пеналым келді-ау. Мынаны қараңыздар, бұл менің пеналым. Бірақ сыртынан қарағанда жұқалы тұрған ішін заттар бұлай салып ашып шығарған кезде өте нәң болады. Іші қалың. Іші мына 2 түсті. Мына заттарға қалайды. Мен мына жақта да бір салып қоятын бар. Не біреуінің ішін қарасаңызшы. Bir mынандай бар, мына жерде мынандайлар, мынандайлар бар. Мына жерде осындай бар, мынандай бар. Мынандай да бар. Осындай мына жерлер. Енді мына көк жерін ашамын. Оны қақық бар. Қара, мына жерін бұлай ашса, осындай жерін қайта мына жақта алып келіп тоқтайды екен. Осындай. Бұл мынандай зат нәрсе ғой. Мынаны сақ қоятын. Көрдіңіздер ме? Бұл жерге ненекім сиям екен. Сүйсе осыны сақ қоям. Мам, шыққанға қараңыз. Не бұл сияткен өйсін ненекім сақ қоям мен. Бұл шарп сақ қойған дұрыс шығар деп. Білмеймін, өз сақ қоям. Мен осы ненекім сақ қоям. Өте нәң пенал кәнсе пеналыма көп зат салам. Бәк көп затымды пеналыма салам. Сол үшін мен осындай нәң пенал алдым. Мен осы заттар шайнатылғанда. Aşadım. Aşağıda aradım ben de. Kastırı gerek siyaktı. Жаңа алmışlar. Şarama jadım. Мына дегеннің осы заттың астына қойып қоятын зат шығар деп ойлап тұрмын. Сол үшін темір өткен. Қазір қосып ба. Қосам. Мама, ана қоңыр зат бар ғой, ақ затқа, сосын соңғысын тартыру бар ғой. Ашып қосып қарай. Ақ жетім. 15 минутқа сыймай қалмасын.
Яасан. Жақсы, осындай штативте көрсетші, сосын өзім құрастырып беремін. Мен осындай статив болды. Штатив дұрыс айта алмаймын, кейбір сөздер. Мен мына ең соңынан зат ашамыз. Содан кейін бітті. Açıldı. Hadi açayım ben. Ne anlattın? Hayır. Bunu direkt satacağım bunu. Şuradan ya oturan boyundan ne geldi? Tutamıyorum boyundan. Karanlısı. Ayağın kara. Karışın. Karışın. Hadi ya. Bu ne osының астында тұрып тұратын заты екен. Бітті. Қабын шар көрсететін боламын. Не осында жатып тұратын. Енді біздің распаковкамыз бітті. Енді всем пока. Біз осыны құрастыратынбыз, видео түсіргенде ютубқа саламын. Енді всем пока.